Кеше біздер шаблондарды дайындап қойдық. Мінекей қатып қалды. Енді бұларды ақырын ажыратып алу керек. Кеттік онда. Қазір абайлап ақырын бұрыштарын сындырып алмай, себебі гипс әлі толық қандай қатқан жоқ. Осыны ажыратып аламыз. Бұл шаблондар жұмысты едеуір оңайлатады. Мына гантельдерді кескен кезде қазір толықтай көретін боласыздар. Жаңбырдың астында гипсокартондар жұмсарып әдемі болып қалған екен. Директораттың көмегімен азырақ гипсті жонамыз. Алдын ала гипске егер скотч жабыстырып қоятын болсаңыздар, алынуы өте оңай болады. Мінекей біріншісі дайын. Сәл шеті бұзылды, бірақ жұмысқа әсер етпейді. Міне екіншісі де дайын. Қараңыздар. Осылай шаблондарды жылжытып, бізге қажетті размерде осылай кесе саласыз, сонымен бұрыш дайын бола береді. Екінші шаблон дайындадық. Біз екі шаблон жасадық, себебі гантельдердің узорлары әртүрлі. Видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, мінекей лайктарыңызды басып, комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Бұндай способты әлі ешкім білмейді. Мына жерге музыка қосу керек еді, бірақ уақыт болмай тұр. Музыка ойнап тұр деп елестете салыңыздар. Баршаға күн сәтті өтсін, аман болыңдар.